Жеміс ағаштарын жазғы кесу. Жалпы жазда кесудің бірнеше себептері және де артықшылықтары бар. Сол нәрселерді түсініп жасаған кезде осы әрекеттер пайда береді. Біріншіден, жеміс ағаштары жеміске кірмей жатқан, жақсы өсуші, қатты өсіп жатқан, қаулап өсіп жатқан жеміс ағаштарын жазда кесу өте өзінің жақсы пайдасын береді. Және де жас ағаштар, өте мықты өсуші ағаштар, соларды жазда кесу, бірінші кезекте соларды жазда міндетті түрде кесу керек. Жазда кесудің уақыты мамыр айының соңынан бастап, жалпы өсім қаншалықты өседі, жарты метрге дейін, немесе 30-40 сантиметрге бір жаздық сабақтар, бұтақтар өсіп бастағаннан кейін шілде айының ортасына дейін кесуге болады. Әрі кетсе шілде айының аяғына дейін кесу керек. Одан ары қарай кесуге болмайды. Өйткені сол кескен жерден өсіп шыққан бұтақтар қысқа дейін пісіп жетіліп үлгермейді, ондай бұтақтар қыста үсік алады. Сондықтан да уақытын сақтау керек, және де не үшін кесілетінін соны дұрыс түсініп алу керек. Ал енді кесілетін бұтақтарға, кесілетін жеміс ағаштарына келетін болсақ, алдымызда тұрған мына алма ағашы өте мықты өсуші алма ағаш. Бұл 4 жылдан асқан алма ағаш, өте биіктігі өте қатты өсіп жатыр, бірақ та әлі де жеміске кірген жоқ. Әсіресе осындай ағаштарды кесу керек. Жаз кезеңдерінде кесу өте жақсы пайда береді. Көктем кезеңдерінде міндетті түрде бұларды кесеміз. Ал енді жеміске кірмей жатқан жеміс ағаштарын және де мықты өсіп жатқан жеміс ағаштарын көктемде қатты кесу болған кезде гүлдеу артқа шегіне береді. Жақсы кесілген кезде, қатты кесілген кезде бұлар гүлдемей қайтадан өсімге айнала береді. Сол әрекет, сол нәрселердің де алдын алу үшін жаз кезеңдерінде кесу пайдалы болады. Мысалға алатын болсақ, бұл жерде кесілетін бірнеше бұтақтар бар. Оны көктемге қалдырмай қазір кесіп тастаса өте дұрыс болады. Мына жерден бірнеше бұтақтар жан жаққа қарай кетіп тұр. Міне тұрған бұтақ, міне. Бұның ішке қараған бұтағы, мынау бұтақ бәрібір көктемде алынатын бұтақ. Сондықтан да ол бұтақты мына жерден біз осылай қылып қысқартып қоямыз. Шамамен 20-30 сантиметр ұзындықта осылай алып тастаған дұрыс болады. Ал енді жоғарғы жағына келетін болсақ, мына жерде ішке қараған тағы да бұтақ бар. Ішке қараған бұтақты біз көктемде міндетті түрде аламыз. Оның бізге қажет жоқ. Және де мына әрбір бұтақтың өзінің жетекшісі болады. Мына жерде жетекші бұтағы бар. Оның жетекшінің жанында бәсекелес бұтағы бар. Міне. Бұл екі бұтақ ешқашан қалдырылмайды. Біз мынаның біреуін қалдыруымыз керек. Немесе мынаны қалдырамыз. Көктем кезінде осының екеуін таңдау жасап, біреуін алып тастаймыз. Сондықтан да сол көктемде жасалатын әрекетті дәл қазір осы кезеңде қазір жасап қойсақ болады. Осы жаз кезінде кескен кезде мына жердегі жара тез жазылады. Осы маусымда мына жара бітеліп жазылып кетеді. Сол кезде мына бәсекелесін алып тастадық, жетекшіні қалдырдық, және де мына ішке қараған бұтақты да осылай қысқартып қойып қойсақ болады. Мынандай өте қысқа алып, шамамен 10 сантиметр, 15 сантиметр ұзындықта кесу, ол да өзінің пайдасын береді. Одан төмен келетін болсақ, мына жақта тағы бір келесі қаңқа бұтақтарының бірі. Мына жерде қаңқа бұтақ, мына діңгектен тарайтын мықты бұтақтар, осылар қаңқа бұтақтар болып саналады. Бұл жерде де сондай тігіне кетіп жатыр. Міне үш жағына мән береміз ең бірінші болып. Өйткені өте қатты өсу осы үш жағында болады. Мынау жетекшінің жанында міне бәсекелесін біз толығымен алып тастаймыз. Мынандай мықты бұтақты біз қазіргі кезде алып тастасақ дұрыс болады. Бұны бәрібірде біз көктемде алуымыз керек. Ал енді осы кезде алмай көктемде кесетін болсақ, әлгінде айтқандай, мына гүлдік бүршіктер салынып жатыр ғой. Осы салынған гүлдік бүршіктер көктемде гүл ашылмай, қайтадан өсу болып кетеді. Осы жерден бұтақ өсіп кетеді. Сондықтан да осындай мықты өсуші жеміс ағаштарын көктемде аз кесуге тырысу керек. Ал енді мына ішке қарағанды екі түрлі жолмен жасасақ болады. Оны ішке кетіп тұрғандықтан былай толық алып тастасақ та болады, немесе әлгінде осыған дейінгі бұтақты кескен сияқты осылай қысқа қылып кесіп қойсақ та болады. Оның екеуі де дұрыс. Ал енді жанына кеткен мынау
Мынау жайылып кеткен бұтақты оны толық алмаймыз. Андай бүршікке кесеміз. Андай бүршік. Сыртқа қараған бүршікке қарай кесеміз. Ал енді жоғарғы жағына тиіспейміз. Әрбір қаңқа бұтақтың осылай жетекшісін таңдап, осылай кесіп кете берсек болады. Міне. Одан кейін мына ішкі жақта да мынандай бір-біріне айқасқан бұтақтар бар. Мынандай. Мынауда мына жерді қарасақ, мынау ішке қарай кетіп тұр. Оны да осы жерінен қысқартып қойсақ, міне дұрыс болады. Міне. Және де міне мына жерде қысқа қылып кесілген, әлгінде біз қысқа кесіп жатырмыз ғой. Сол сияқты мына кесілген бұтақ бар. Ондай кесу бізге не береді? Алдыңғы жолы осылай кесілген кезде мына жерден жаңа бұтақ өсіп шықты, және де мына жерден мына гүлдеуге бейім осындай бүршіктер пайда болып жатыр мына жерде. Ол өте жақсы біз үшін. Сондықтан да бұның да ұшын тағы бір рет осылай қысқартып қоямыз. Және де мына төменге қарай, жанына қарай кеткенді, бұлай бәсең өскен, жанына қарай майысып өскендерді, бұларды ешқандай кеспесек болады. Бұндай бұтақтарға әрбір бұтақты кескен кезде осылай бағыныштылық ережесін сақтаймыз, жетекшіні таңдаймыз. Мынау ұша басына қарасақ, міне мына жерде жетекші таңдалды. Осының ұшын тескен жоқпыз. Одан төмен келдік, бәсекелесін алып тастадық, ішке қарағанды қысқарттық, сыртына қарай қатты өсіп жатқанды оларды да қысқарттық. Одан кейін төмен жағында мынаны да бағынышты қылдық. Мынадан биік болып кетпеу керек. Ол ана биіктеп қатты өсіп жатыр еді, оны да қысқарттық. Ішке қарағанды да қысқарттық. Және де мынау көлденеңінен жанына қарай өскенді біз тиіспедік. Өйткені бұл жер не? Бұл жер олсызда, мына жер гүлдік бүршіктермен толысып жатыр бұл жер. Осы бір-екі бұтақтың мысалында қарағандай, осы бүкіл жеміс ағашын айналып шығып, осы әдіспен кесіп шығуға болады. Тағы бір мысал, мына жерде міне қаңқа бұтақ бері қарай шығып тұр. Одан кейін мынау жетекші ары қарай жалғасын тауып өсіп жатыр. Одан кейін жанына қарай мынандай жанына қарай жарыса өскен мықты бұтақ мына жерден кесілген. Одан кейін түп жағынан мынандай гүлдік бүршіктер қалыптасып жатыр. Қысқа осындай бұтақтар және де бүршіктер, олар гүлдеуге бейім бүршіктер болып келеді. Сондықтан мынаның ұш жағындағы мынандай өте мықты өсушіні, бұны да біз былай алып қысқартып қойсақ болады. Міне бағынышты қыламыз. Әрбір бұтақ мына жетекшіге бағынышты болады. Жетекші ең биігі, ең қатты өсушісі. Одан қатты өсейін деп, оған жарыса өсетіндерді осылай үнемі қысқартып, мынаған бағынышты етіп отырамыз. Осы әдісті қолданып, осы жаз күні кескен кезде осылай ретке келтіріледі, және де әрі қарай мына жеміс ағаштарының тезірек жеміс беруіне, және де жемісті жақсы беруіне өзінің пайдасын тигізеді. Артық бұтақтар кесілді, бір-біріне күн түсіруші, бір-біріне көлеңке жасаушы бұтақтар алынды бұл жерде. Және де бәсекелес, мына бір-бірін бұтақтарды жарысып, өсуге итермелейтін бұтақтар алынып тасталды. Сол кезде осы жеміс ағаштарына осындай жаз күнінде кесудің пайдалы жақтары солай болады. Бүгінге осындай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.